өте дәмді болып шығатын свежий пайдалы салат жасаймыз. Ол үшін бізге капуста керек, перец керек болгарский, морковь керек, қияр керек, және де осындай чим-чим заправка керек. Капустаны осы видеода көрсетілгендей теркамен жасап шығамыз, немесе пышақтың көмегімен де турап шығуға болады. Одан кейін болгарский перецті қосамыз. Бізге осы салатқа жарты ғана болгарский перец кетті. Оны да осылай терканың көмегімен жасаймыз, немесе пышақпен де турап қоюға болады. Ендігі кезекте қиярымыз. Оны екіге бөліп, одан кейін тағы да екіге бөліп, осындай бөліктерге бөліп шығамыз. Менде осындай кішірек 3 огурцы кетті. Үлкен болса біреуін де алуға болады. Енді морковьті осындай теркадан өткізіп шығамыз. Корейский салат жасағандағыдай. Менде бір үлкен морковьтің жартысы кетті. Енді заправкасын құямыз. Осындай для капусты чим-чим заправкасы. Ашып, қасықпен араластырып аламыз. Одан кейін үстіне құйып, барлығын жақсылап қолымыздың көмегімен араластырып шығамыз. Басында қасықпен араластырдық, одан кейін қолдың көмегімен араластырып шықтық. Барлығы жақсы сіну үшін. Достар, егер менің YouTube каналымдағы видеолар ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де менің Instagram парақшама тіркеліп қойыңыздар. Міне біздің әдемі түрлі түсті салатымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Күнделікті кез келген тамақпен өте жақсы желінеді. Біз көп қылып жасадық, аз-аздан жасасаңыздар да болады. Осы рецептпен жасаған болсаңыз, менің Instagram парақшамды белгілеп кетуді ұмытпаңыз. Ал барлықтарыңызға ас болсын.